Қасиетті аптаның бірінші күні. Ұлы дүйсенбіде біз зұлым жүзімшілер туралы астарлы әңгімені еске түсіреміз. Бұл астарлы әңгімеде мынадай оқиға баяндалады. Бір кісі жүзімдік отырғызып, оны жүзімшілерге ұзақ уақытқа қалдырып кетеді. Бірде ол жүзімшілерге жүзімдіктен жеміс алдыру үшін бір құлын жібереді. Алайда жүзімшілер оны ұрып соғып, құралақан қайтарады. Содан мырза тағы бір құлын жібереді. Бірақ олар мұны да соққыға жығып, қорлап, бос қайтарады. Ақырында ол үшінші құлды жұмсайды. Бірақ жүзімшілер оны да қуып шығады. Сонда жүзімдіктің қожайыны енді қайтсем деп ойлап отырғанда, бір амал тапқандай болады. Ұлымды жұмсап көрейін. Жүзімшілер ұлымнан сескеніп, ұялар деп ойлайды да, сүйікті ұлын жіберуді ұйғарады. Алайда жүзімшілер оны көргенде, өзара ақылдасады. Мұра өзімізге қалу үшін мұрагерді өлтіру керек деген келісімге келеді. Оны жүзімдіктен алшақ шығарып, өлтіреді. Енді жүзімдік иесі оларға қандай шара қолданады? Келіп жүзімшілердің көзін құртама, әлде жүзімдікті басқаларға бере ме? Қымбатты аға бауырлар мен іні қарындастар, бұл астарлы әңгімеде елге елшілерді жібергенде, халық оларды ұрып соғып, қорлық көрсеткен айтылған. Пайғамбарлар да қудаланып, қиянатқа ұшырады. Жаратқан ие өзінің ұлын осы жерге жіберген кезде, ол да қудаланып, қарғысқа қалып, соққыға жығылып, айшыққа шегеленіп, ажал құшты. Қымбатты аға бауырлар мен іні қарындастар, енді Құдайды өз өмірімізден қуып жібермейікші. Өйткені ол біздің не істей алатынымыз бен бізге шынымен не қажет екенін біледі.